Монголии около 90% населения Алтая составляют казахи. Даже в Казахстане такого нет. Қазақстанға, Монголияға келдіңіздер ма? Осы жаққа? Сені түсіру үшін келдік қой. Сен атың кім? Менің атым Расыл. Әлижан. Әлижан. Бәрі қазақтар ғой, монголдар. Иә. Монголдар қаяқта тұрады? Монголдар Улан-Батырда. Улгиде? Ау. Улгиде кім тұрады? Өлгейде қазақтар. Монгольская часть Алтая традиционно казахская. Здесь люди сохранили и соблюдают древние обычаи и традиции казахского народа. Живут в юртах, кочуют с места на место и придерживаются традиционного кочевого образа жизни. Мен кезінде балалардың дәрбикесі болып тұрғам. 36 жыл жұмыстап пенсияға шықтым. 2017-те пенсияға шыққам. Қазір 3 балам бар. Өстіп тіршілік етем. Бір келінім бар, бір қызым бар. Өлгейде үйіміз бар, салып қойған. Мен жаз айында болғанда жайлауға кеп, жерді жайлап отырмыз. Сиырымыз бар. 15 сиырымыз бар. Сонымен Сүтті не қыласыз? Сүтті сол енді құрт аламыз, ірімшік аламыз, осындай ақтамақ аламыз, айран үйтіп ішеміз. Монголияда қиыншылық жоқ қой, жағдай жақсы ғой. Ол не нәрсеміздің бәрі бар. Кеңгіз үйдің енді ауасы да жақсы, көшіп қонғанына да ыңғайлы болып отыр ғой. Бір жерден бір жерге көшу үшін мысалы, баспана керек болып отыр ғой, үй керек болып отыр мысалы. Сонда осы үйімізді істеп аламыз. Соны 2 сағатта жинап аласыз. Өзілезде кісі көп болса бірнеше сағатта, бір 30 минутта, 1 сағатта тігіп жөндеп аламыз.